Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жылдам әрі дәмді мексикалық түскі ас дайындаймыз. Алдымен гарнирін дайындаймыз. 2 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Күрішті маймен араластырамыз. Салқын су құйып, бетін жауып, қатты қайнатамыз. Тұз саламыз. Суы тартылған соң отының асын азайтып, 10 минуттай пісіреміз. Пиязын қуырамыз. Фаршты салып қуырамыз. Қара бұрышпен тұз қосамыз. Сәбізін қуырамыз. 1 ас қасық томат пастасын қосып, 1 минуттай қуырамыз. Консервадағы жүгері мен фасольді қосамыз. Аздап су құйып, бетін жауып, 10 минуттай қайнатамыз. Піскен күрішті тарелканың ортасына орналастырамыз. Жанына подливын саламыз. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Арнаға тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.